Менің мастер-классыма қош келдіңіздер. Мен бұл мастер-класста сіздерге қырқына шығаруға арналған жиынтықты жасап үйрететін боламын. Ол үшін бізге мынандай чарка керек. Базарда сатылады. Где-то 800-900 теңге. Үкі керек, ложка керек, шкатулка керек, ножницы керек, қайшысы обязательно, лента. 2 түсті лентамен жұмыс істейміз бұл жерде. Қайшы, осындай орнамент. Бұл жерде менде кішкентай, үлкен болса 2, кішкентай болса 3. Ыстық клей обязательно. Полугусины сендерге. Әріптер. Ендеше бастаймыз. Достар, енді біздің табағымызды әсемдейтін боламыз. Ол үшін бізге осындай орнамент керек, ыстық клей керек. Ыстық клейдің көмегімен шет-шетіне клейді жағып тұрып, өстіп табағымызға жабыстырамыз орнаментімізді. Біздің орнамент кішкентай болғаннан кейін мен 3 алдым, әдейі 2 жағына жабыстырсаң әдемі болмай қалады. Сондықтан сізде кішкентай алсаңыз 3 жерге жабыстыру керек болады деп ойлаймын. Өстіп бәр жеріне кішкентай осындай кончиктарға дейін бәріне клеймен жабыстырып шығамыз, чтоб түс қалмау үшін. Менің пистолетімге мән бермеңіздер. Арзан пистолет алып қойыппын, нашар пистолет екен. Бұндайды кеңес етпеймін, алғасын қымбатын алыңыздар. Енді осылай 3 жағынан примерно дұрыстап қарап аласыздар, салыстырып расстояниясын бәрін, сосын өстіп жабыстырып шығасыздар. Неге табағымыз дайын. Енді біз осындай полуосины моншақтарды ыстық клеймен жабыстырып шығамыз. Тоже ыстық клейді көп құймайсыздар, жан-жағына шығып жаман болып қалады. Енді бұл жерде өзіңіздің фантазияңыз бойынша жабыстырып шығасыздар. Табағымыз дайын болды. Әдемі болып, осылай күшті болып шықты. Келесі кезек қасығымызды әсемдейтін боламыз. Ол үшін бізге лента, үкі керек. Енді қасығымызға арты жағына клейімізді жағамыз. Клейімізді көп жақпаңыздар, керегенше жағалаңыздар. Енді лентамызды ыстық клейіне жағамыз, жабыстырамыз. Тез жабыстырмасаңыз қатып қалады. Енді өстіп қасығымызды орап шығамыз лентамен. Арасын қатты жиі қылмаңыздар, өйткені ол кезде қопаршақ болып қалады. Қатты алыста қылмаңыздар, орташа болу керек. Арасында клейімізді жағып тұрамыз, ыстық клейімізді арт жағына жағасыздар, кішкентай аз мөлшерде ғана жағасыздар. Лентамыз қозғалмай, әдемі болып бекітілу үшін, мықтап тұру үшін өстіп орап шығамыз. Енді бас жағына жете берген кезде үкімізді жабыстырып алу керекпіз, өйткені ол лентаның астында қалу керек. Үкімізді де ыстық клеймен жабыстырамыз. Қатты бекітіп жабыстыру керекпіз. Үкіні қозғалмай, қопқамай, түсқамайтындай болу керек. Әдемілеп, жақсылап клеймен тағы да жабыстырып аламыз, бекітіп.
Енді лентамызды жалғастырып ораймыз қасығымызды. Сол кезде бүкіл лентаның астында қалып қалады. Қасығымызды орап біте берген кезде соң жағында осындай кішкене лентаны қиямыз и кішкене қалдырамыз. Осындай кішкене кусочек. Оны артына ыстық клеймен жабыстырып қоямыз. Сол кезде лентамыз біздің түс қалмайды, желге кетпейді, өстіп жабысып тұрады. Енді қасығымызға осындай моншақтарымызды әдемілеп жабыстырып шығамыз. Мен осы ортасына ожауының ішіне жабыстырғым келіп тұр. Ол үшін ыстық клеймен аз мөлшерде моншаққа клей жағып, ортасына гүл сияқты жабыстырып шығамын. Ендігі кезек бантик жасаймыз. Ол үшін бізге 1 метрдей ұзындығы лента керек болады. Және лентамызды осылай қолымызға өстіп 3 рет ораймыз. Бірінші, екінші кетті, мынау үшінші орағанымыз. Мінекей. Өстіп 3 рет орап аласыз және саусақтарыңыздың арасын ашқан кезде бантигіңіз болашақта үлкен болады. Егер саусақтарыңыздың арасын қосып алсаңыз, онда бантигіңіз кішкентай болып қалады. Енді қараңыздар, мына соңғы кончикті екінші саусақ пен үшінші саусақтың ортасынан өткізесіз. Өстіп өткізіп аласыз дұрыстап. Және де лентаңыздың арғы бетінің оң жағын, артын, теріс деп бәрін дұрыстап аласыз, жөндеп. Енді осы жерде мұқият қараңыздар. Жаңағы ал келген лентамыз бар ғой, соған қайтып ішіне салып тартамыз. Сол кезде бізде осындай петля болады. Көрдіңіздер ме? Мінекей осындай петля болды. Сол петлямызды енді тартамыз. Тартқан кезде бізде осындай бантик шығады. Мінекей. Енді дұрыстап арасын ашамыз. Бантиктарымызды бізде жаңа 3 қабат болды ғой. Енді соны ашқан кезде біздің бантигіміз үлкен көлемді бантик болып шығады. Бантигіміз дайын болды. Енді оның шетін шпунмен, спичкамен күйдіреміз. Өйткені күйдірмесеңіздер жалбырап, сөгіліп, жаман болып қалады бантигіңіз. Сондықтан обязательно шпунмен күйдіріп аласыз. Дайын бантигімізді қасығымызға жабыстырамыз. Алдымен бантигімізді орналастырып қараймыз дұрыстап. Және де ең басына бүкінің асты жағына жабыстырамыз. Сол ыстық клеймен жабыстыратын боламыз. Ыстық клейді жағамыз, көп мөлшерде емес, аздап қана, және де кішкене басып ұстап тұрамыз.
Енді моншақтармен әдемілеп шығамыз. Бантиктің жаңағы петля дедік қой, тура ортасына жапсырғанды ұнатамын мен. Негізі көбісі стразы жапсырады, менде стразы жоқ. Сондықтан осындай 3 кішкентай моншақты жапсырып қоямын. Әріптерімізді жапсыратын боламыз. Ол үшін баланың атын тізіп, дұрыстап дайындап қоямыз және қасықтың тура ортасына жапсырамыз. Әріптерімізді жапсырып болдық. Енді мен моншақтарды жапсырғым келіп тұр тағы да. Бұл жерде енді өзіңіздің фантазияңызға қарай қалай жапсырғыңыз келеді, өзіңіз білесіз. Мен осылай асты жағына қарай жапсырамын. Кейбіреулері бантиктің өзіне жапсырып жатады. Қалай әдемі деп ойлайсыз, солай жапсырып шығуға болады. Мінекей қасығымыз әдемі болып дайын болды. Ендігі кезекте шкатулканы әрлейміз. Маған бірге келген лентасы ұнамайды, сондықтан мен оны алып тастаймын. Және де алдыңғы видеода көрсетілген жолмен бантик жасап аламыз. Осылай соны біз шкатулкамызға жапсырамыз. Шкатулкамызды әсемдейміз, моншақтармен әдемілеп шығамыз. Мен бағана бетінде тұрған қағазын алып тастадым, орында ыстық клейдің ізі қалды, сондықтан сол жерге де осылай моншақ жапсырып шығамын. Гүлдің формасы сияқты болып шығады. Және де бантигіміздің тура ортасына да моншақ жапсыратын боламын. Шкатулкамыз дайын болды.